Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен 1 килограмм сырдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерден бір өтінішім, менің алға қойған мақсатым 1000 оқырманнан 10 000 оқырманға жету. Сіз де жай ғана көріп кетпей, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай 1 килограмм сыр шықты. Дәмі өте керемет. Үйде жасап көріңіз. Ал енді сырымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай ыдысқа дүкенде сатылатын 4 бұрышты тетрапактағы сүттің 800 миллиграммын құйып аламыз. Енді үстіне 70 грамм кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сүт пен кукурузный крахмалды жақсылап араластырып болған соң, осындай газға қойып, орташа отта араластыра отыра қайнатамыз. Сүтіміз қайнап жатқан кезде осындай 100 грамм сапалы сырымызды терканың көмегімен өткізіп аламыз. Жаңағы тетрапактағы сүтімізді құйып алғаннан кейін, осылай коробкамыздың бетін кесіп аламыз. Осылай қайнату барысында қоюлана бастайды. Сол кезде 10 грамм сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Жарты шай қасық тұзымызды салып, тұз ерігенше тағы да араластырамыз.
Енді жаңағы теркадан өткізілген сырымызды салып, сыр ерігенше жақсылап бір келкі араластырып отырамыз. Дайын болған массамызды сүттің қорабына құйып, холодильникке бір күнге қалдырамыз. Егер де менің видео рецепттерім сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Күн сайын арнамда жаңа рецепттер ас болсын.